өмірімді қалай өзгертсем болады деген сұраққа мен былай жауап беретін едім. Өміріңді өзгерту ол сенің бір күніңді өзгертуден басталады. Яғни сенің бір күнің ол 24 сағатың, иә? Ол 24 сағатты бізге Алла Тағала беріп жатыр. Күнде как телефонның зарядты сияқты 100%-ға дейін толтырып, таңертең бізді энергияға толы етіп оятып жатыр. Не үшін? Чтобы өзіміздің арманымызға, мақсатымызға қол жеткізу үшін, сол арман мақсатқа әрекеттер жасау үшін, ол беріп жатқан мүмкіндіктерді көре алу үшін, тоқтамай өзіміздің бойымыздағы потенциалымызды ашу үшін, дисциплина қалыптастыру үшін, білім алу үшін бізге беріп жатыр осы энергияны. Адамның өмірі қай уақытта өзгереді? Когда оның ойы өзгерген кезде. Себебі мышление деген нәрсе сенің дәл қазіргі жасың нешеде, сол уақытқа дейін қалыптасып келе жатқан как кірпіштен қаланған үй сияқты ғой. Мысалы, мен жасым қазір 32-де болса, менің мышлением 32 жасыма дейін осылай кірпіш сияқты қаланып келе жатты, үйдің қабырғасы сияқты. Мен оны бір 32 күннің ішінде немесе 32 сағатта бүйтіп бір сәтте құлатып өзгерте салмаймын. Ол біртіндеп қалыптасқан дүние. 32 жыл болмаса да, ең болмаса 1-2 жыл, 3-4 жыл, 5 жыл уақыт керек болады, чтобы менің мына ойымды өзгерту үшін. Бірақ ол өзінен өзі менің ортамда, сол қазіргі ортамда жүргеннен просто так өзгеріп кетпейді. Ең бірінші мен білім алғаннан өзгереді. Білімді қай жақтан аласыздар? Жан-жақтан алуға болады. Білімді кітаптан аласың, интернеттен аласың, подкасттардан, курстардан, марафондардан, даже адамдармен араласудан сен білім аласың. Сенің ортаң тікелей сенің ойыңның, өміріңнің өзгеруіне әсер етеді, прям 100%. Сен қазір қандай ортадасың? Жалқаулардың ортасы, жаңағы тәуекел етуге қорқатындардың ортасы, кедей санада жүргендердің, бала позициясынан шыға алмай жүргендердің ортасы ма? Онда сен де сана сезімің сондай болып қалыптасып кете береді ары қарай да. И өміріңе үнемі сондай негативный проблемалар, сынаққа толы, выгоранияға толы ситуацияларды шақыра беретін боласың. Миллиондарды тапқың келе ма? Онда миллиондарды тауып жүрген сол ортаға уже қосылып, сол адамдардың энергиясын алып, сөйлесіп, солардың өмірінде қандай әдеттері бар, соларды өзіңізге жайлап бүйтіп кірістіре берсеңіз, онда сіз де жайлап сол адамдардың тауып жүрген табысына уже ұмтылатын боласыз. Сен де сол миллион табудың әрекеттерін жасап үйренесің да, потому что ол ортаның әсері, энергиясы деген 100%. Даже элементарно 5 мың теңгелік, 10 мың теңгелік бір мастер-класстары бар болса да, соған ұялмай, қысылмай бара беру керек. Сен ол жақтан ақша іздеме, ой, мен 5 мың теңге төлеп мен миллиондар тауып кетем ба деп. Жоқ, сен сол миллиондарды табуға көмектесетін сана сезім іздеп келесің, ой іздеп келесің, мүмкіндіктер, пландар да, жоспарлар. И осының арқасында сен соны өміріңе әкеліп, қолданып, адамдармен араласып, өзіңнің мақсатыңа, армандап жүрген, шетел аралап жүретін, миллиондар табатын өміріңе қол жеткізесің.